Балалар, бүгінгі сабағымыз өте жақсы, сәтті өту үшін психологиялық жағында ахуал қалыптастырамыз, амандасып алайық, ойын ойнаймыз. Қазір барлықтар маған келіңдер, осы жерге келіп, мына жерде тұрған смайликті таңдап, менімен амандасыңдар. Келіңдер. Бақымыз келеміз. Ақбаян келіп, қандай смайликті таңдайсың? Екеуміз амандасайық. Кәне, жақсы, отыра ғой. Вика. Келе ғой. Сабағымыз сәтті өтсін. Люба да менімен құшақтасқан де, жақсы, жарайсың. Рахмет сіздар. Келіңдер. Қадесі. Ева. Жақсы. Сабағымыз сәтті жақсы өтсінде. Мансыр, сен қай смайликті таңдайсың? Мына смайликті кел. Жақсы, сабағымыз 5-ке өтінде. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Қайырлы түс, қайырлы күн болсын. Жұма күні сәттілікке толсын. Бізде бүгін сейсенбі күніміз сәттілікке толсын. Біздің алған бағамыз кілең 5-тік болсын. Бүгінгі сабағымызда балалар 5 ауларына тілектесін. Енді сабағымыздың бүгінгі тақырыбы қандай болады? Соны білу үшін экранға назар аударамыз. Бейнематериалды мұқият тыңдаймыз. Түсінікті ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? Бүгін не туралы айтамыз? Ақбаян. Қасқыр туралы. Дұрыс айтасың, бүгін қасқыр туралы айтамыз. Ал енді айтыңдаршы, отыра ғой Ақбаян. Қасқыр қандай ан? Қасқыр туралы не білесіңдер? Что вы знаете? Қайын, қазақша жауап берейік. Қасқыр туралы не білеміз? Алеся? Ол орманда. Кешке жақсы. Ақбаян, қасқырдың түсі қандай? Қасқырдың түсі болады. Ақ, сұры, қара. Қара, дұрыс. Ақ қасқыр бізде қызыл кітапқа енген сирек кездесетін түс. Негізінде оның түсі сұр. Жақсы, отыра ғой. Мансұр, қасқыр қандай жануарға ұқсайды? Қандай жануарға ұқсайды? Нақа болды. Итке ұқсайды, дұрыс, жарайсыңдар. Және де қасқыр жыртқыш, күшті ан, жақсы жарайсыңдар. Енді қазір кітабымызда 122-ші бетте жаңа сөздер берілген. Қараңдар. Міне 4 жаңа сөз берілген. Осы жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Сөздік дәптерімізді ашамыз, жаңа сөздер жазамыз. Картинка бойынша жаңа сөздерді жазып аламыз. Ал балалар, енді жазған сөздеріміздің аудармасын бірге табайық. Бірінші сөзді Вика Иванова оқы. Із қалдыру. Ол не? Что это? Нет. Что мы оставляем? Отпечатка еще. След. Значит, із қалдыру пишем следы. Із – это след. Так, екінші сөзді бізге оқиды Люба. Жалғыз. Жоқ, жалғыз емес. Мына сөз. Екінші сөз. Үйір, ол не? Стая, дұрыс. Үйір, стая. Үшінші сөзді Ева оқысын. Жалғыз. Как переводится? Один. Және төртінші сөзді Алеся сен оқы. Қасқырдың сыртаны. Вожак.
Значит, самую главную стадию. Енді балалар, бүгінгі тақырып ақылдан деп аталады, иә? Ақылдан, қасқыр туралы айтамыз. Қасқыр туралы толық мағлұмат алу үшін, ол қандай, ол қайда өмір сүреді білу үшін мәтін берген кітапта. Сол мәтінді кезек оқимыз, жақсы ма? 123-ші бет. Ева бастайды, Люба жалғастырып, одан кейін бұлай кезек оқимыз, жақсы ма? Бір сөйлемден. Ева баста. Мәтінді оқимыз. Мұқият оқимыз. Қасқырлар өте өкенді. Ақылды келесі, Люба. Олар қалған қасқырлар алға шықпайды. Осылайша қасқырлар топтан қалып қоймайды. Ақпайды. Олар ортада болады. Ал қатардың соңында тағы бір топ күшті қасқырлар жүреді. Ева. Қалған қасқырлар сабақтың басында сендерге айтуды ұмытып кеттім. Бүгінгі сабағымызды біз осындай смарт сағат арқылы бағалайтын боламыз. Яғни әр орындаған тапсырмалар үшін мен сендерге 2 балл беріп отырамын, иә? Мысалы, жаңа ең бірінші сабақтың басында Ақбаян, Вика, Алеся, Мансұр сұраққа жауап бердіңдер. Сендер өздері 2 балл болсыңдар сағаттарына. 2 балл болсаңыз. Және мәтінді жаңа бәріміз дұрыс оқып шықтық, иә? Мәтін үшін тағы 1 балл болсаңыз. Яғни Ақбаян, Вика, Алеся, Мансұрда 3 балл, Вика, Иванова, Люба, Ева сендерде 1 балл болады. Сағатымызды 1 деген санға қоямыз. Сосын әр тапсырма үшін мен сендерге балдарымды айтып отырамын, жақсы ма? Енді, яғни және мәтіннен білдік, иә? Қасқыр ақылды, күшті екенін, топтың басында кәрі қасқырлар, иә? Ең соңында күшті қасқырлар, ал қасқырдың сырттаны топтың ең артында болады, иә? Енді қазір біз осы мәтіннің мазмұнын дұрыс түсінгенімізді білу үшін жазбаша тапсырма орындаймыз. Ол үшін жұмыс дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін бізде ақпанның 25-і сынып жұмысы деп жазамыз. Жұмыс дәптерімізге жазып аламыз. Ақпанның 25-і. Балалар, қазіргі тапсырмаларды біз топта жұмыс жасаймыз, иә? Кім қай топқа бөлмейді екен, соны білу үшін шам жағу әдісі арқылы білетін боламыз. Қазір осы жерге келіп, шамның көмегімен, мына жерде қандай саны жазылған, соны біз біліп топқа бөлінеміз. Орта келіңдер. Ақбай, 1 санды ал. 2 дед, өз орнына отыр. Келесі Вика. Қане? 2. Ақбайың қасына отыр. Вика. 1 дед. Вика, мына жаққа кел. Мансұр. 1. Вика Иванова. Люба, Вика Иванова, Мансұр мұнда келеміз. Мансұр, Вика Иванова мұнда келеміз. Дәптерімізді аламыз. Ева, сенде 2 ғой, иә? Ева, Ақбайың қасына бар. Балалар, 1-ші топ, 2-ші топқа бөліндік, иә? Енді жазбаша тапсырма, 3-ші тапсырманы орындаймыз. Мында сөйлемдер бердік. Сөйлемдерде бос орынға біз керекті сөздерді жазамыз. 1-ші топ, Виканың тобы, 2-ші сөйлемді жазасыңдар, жақсы ма? Первый, второй предложение. Вика, Ақбай, Ева, 3 пен 4-ші сөйлемді жазып аламыз. Орындаймыз дәптерге. Так.
Значит, Вика и Люба, записывайте первое предложение. Балалар, тексерейік, бірінші және екінші сөйлемді. Бірінші топ істеді, бірінші сөйлемді Вика Иванова оқиды. Ер алда келе жатқан ұшылы ой өртегі кәрі ауру қасқырға. Кәрі ауру қасқыр. Дұрыс па, балалар? Дұрыс, жақсы, жарайсың. Екінші сөйлемді Алиса, сен оқышы. Ұшылден кейінге тоқ деп уердеген ер мақты қасқырлар. Ең мықты қасқырлар, Апайын, дұрыс па? Дұрыс, жақсы, жарайсың. Үшінші сөйлем Вика Маргелес оқиды. Сонды жақтан келе жатқан бесеуде мықты қасқырда жүреді ысқар. Мықты қасқырлар, дұрыс па, Мансұр? Дұрыс па? Иә ма жоқ па? Иә, жақсы, дұрыс, Вика. Соңғы сөйлемді Ева оқысын. Оқы. Үйірді. Үйірін ең шынында келе жақтан қасқырдың сыртынан. Сыртаны, дұрыс па, Вика? Дұрыс па? Қасқырдың сыртаны ең соңында келе жатқан, Апайын, дұрыс па? Дұрыс, әрине дұрыс. Енді былай істейміз. Вика Иванова, барлығымыз 2 балдан қосамыз. Смарт сағатымыздан 2 балдан қосамыз. 2 бал қосамыз. Жақсы, енді балалар, келесі тапсырмаға. Бірінші топ, осы топ сендер мәтінде жаңа сөздер кездесетін сөйлемді көшіріп жазасыңдар. Немесе қарындашпен астын сызып оқисыңдар. Жақсы ма? Жаңа сөздер: із қалдыру, үйір, жалғыз, қасқырдың сырттан деген 4 сөз. Екінші топ сендер қасқыр сөзіне синтпен жазасың. Яғни 5 жолды өлең. Қасқыр қандай, не істейді, сөйлем және синоним. Келістік па? Орындаймыз, балалар. Мухтаятында қараймыз, внимательно смотрите и подчеркивайте эти предложения. Хорошо? Вот эти слова что будут? Қатардың соңын басынан орындап болғандарды байқап отырмын. Енді бірінші топ қандай сөйлемдер тапты оқимыз. Люба оқиды екен. Ақылды. Жақсы, қасқыр деген сөз. Енді Мансұр. Шынында қасқырдың сыртаны жалғыз болады. Қасқырдың сырттан деген сөздер. Жақсы, дұрыс орындапсыздар. 2 бал қосамыз. Смарт сағатта 2 бал қосамыз. Алеся, Мансұр, өз орнымызға отырамыз. Екінші топ бізге қасқыр деген сөзге синхуэй жасаған. Қане оқиды? Кім оқиды? Ақпайын, сен оқисың ба? Бірінші қасқыр, екінші ақылды, үшінші жүреді, аулайды, қорғайды. Қасқыр ақылды ан. Синоним ан, я? Мына топ бәрін дұрыс жасапты. Сендерге де 2 бал қосамын. 2 бал қосамыз. Ева өзіне де 2 бал қос. Жақсы, жарайсыңдар балалар.
Енді балалар біз сабағымыздың соңына жеттік. Қазір балалар бірігіп, бір топ болып жұмыс жасаймыз. Қараңдар. Мұнда кім бейнеленген? Қасқыр бейнеленген. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қасқыр. Сендер қазір мынаған кластер жасайсыздар. Яғни бүгін біз мәтіннен не білдік, жаңа сөзде, қасқыр туралы видеода не естідік. Соны осы жерге фломастермен жазамыз. Қасқыр қандай, ол қайда өмір сүреді, не жейді, соның барлығын бірге жасаймыз. Осы жерге келеміз, орындаймыз, барлығымыз бірге. Пишите, что волк мясо ест. Я это пишу. Запишем. Так, қасқыр ақылды. Кім пиши? Қасқыр пиши. Қасқыр. Рыбу. Балалар, кластер жұмыз өте әдемі болып шықты. Енді кім не жазды, соны оқимыз. Кезек-кезек оқимыз. Қасқыр ақылды. Итке құсайды. Так, Вика Иванова. Ол еді жейді. Ага, Вика Марковец. Ол жыртқыш. Жыртқыш, Мансұр. Қасқырлар ет жейді. Ага, сосын тағасына не жазды? Қасқыр Түсті. Ол орманда тұрады. Ол орманда тұрады. Жақсы, жарайсың. Бүгін біз білген ақпараттың барлығын жазысында. Жарайсың. Отырыңдар. Смарт сағатта 2 балл қосамыз өзімізге. 2 балл қосамыз. Ал енді балалар, біз сабағымыздың соңына жеттік, я? Бүгінгі сабағымызды сендер бағалап шығыңдар. Қараңдар, мына жаққа, балалар. Тик-токты бәріміз жақсы көреміз ба? Нравится вам тик-ток? Смотрите, да? Жақсы. Осы тик-ток әдісі арқылы бүгінгі сабағымызды бағалаймыз. Қазір осы жерге келіп, стикер аламыз. Мына стикерді алып қараңдар. Сендер сабақ ұнаса, лайк басамыз, я? Егер сендер бұл сабақтан алған әсерлерін бөліскілерін келсе, осы хатқа жабыстырамыз, немесе сабақ ұнамаса, қоқыс жәшігіне осы стикерді жабыстырамыз. Келеміз. Келіңдер. Барлықтарына бір стикер бердім. Кім болды? Орнымызға отыра береміз. Ева. Барлығымызға сабақ ұнапты, я? Жарайсыңдар.